Микрофонсыз бүйтіп айттым. Неге тұрсыңдар? Неге отырмайсыңдар столға? Әкімнің тойы болса тым тырыс отырар едіңдер. Өте үлкен көтеріліс болды. Бізде клиен кавказдықтар істеді. Біздің директорларымыздың аузын байлап тастады. Сосын біздің енді хлебзаводта 50% жүнтес қой. Солармен төбелестік. Сол кезде мен де барып қабақтасып, бір балдардың санына жүгіріп жатқанда санынан не тиіп, мен жаңа етегімді жыртып бүйтіп байлап, өткенде де газ 50-де тұрдық қой. Сол кезде газ 50 болған кезде мен нан тоқтаттым. 89-да біз көшеге шықтық қой бәріміз. Сол кезде тек әрқайсымыздың резин тигені бар, тимегені бар. Менің иығыма тиді резин. Президент, жаңыз президенттің қолына ештеңе келмейді. Президентті ұстап тұрған халық. 4,5 сағат халықтың ортасында бүйтіп жүрдік. Әй, тыныш тұрыңдар. Айтып тұрған сен өлсең ештеңе емес, обалың жоқ. Мына тыңдап тұрған біреу кетіп қалады. Жанболат Мамай. Сол кісіге біз Ауғанстанның ардагері бар, Қасым Аманқос деген жігіт екеуміз бардық. Сәлем бердік, нан шапан не қылып жүрсің деді. Не қылып жүрмейін, не істейін, ел қырылып жатқанда мен нанды пісіртіп едіңдер ғой маған деді. Депутаттар өкпелемесін, ортаға кіре алмады. Ақсақалым деп жүрген, қолдарын сипап жүргендер кіре алмады. Шенділер кіре алмады. Үміт апаң кірді. Маған егер де қазір мен наубайханамды істеп тұрып, маған 7,5-нан ұнды үзбей түсіріп тұрса, мен 80 теңгеден нан берер едім. Тоқайға сенгенде, сенбегенде енді о кісі құрметті тойшыларым, мынау не шу? Бақ бөкен базарда жүрсіңдер ма, сары базарда жүрсіңдер ма, не қылған тәртіпсіздік? Қарындарын той болады да, өсек айтудан басқа әңгімелеріміз жоқ. Біз қасқа ағайлар тойға келгенде сөйлейін деп келеміз. Сөйлегенде бір тыңдасаңызшы. Абыр-дабыр, қырт-шырт қылмаңдар. Сыйлағыларың келмесе үйде болады. Тағындарын тойға кете беріңдер. Bir тыныш той өтсін. Жоқ, мен мұғалім емеспін, мен наубайханашымын. Орысша айтқанда производитель. Хлебобулочный изделие дейді. Оны бітірдім, нан заводқа жұмысқа кірдім. Нан заводта жүріп, бір диплом алдым. Нан пісіруші, мастер пекар деген. Сонымен өмір бойы нан жедім. Мұғалім емеспін. Енді ол кезде жұмыстың реті болған жоқ. Оны бітіріп келдік. Біз жаңа Жамбыл облысы Мойынқұм районынан көшіп келдік. Көшіп келгеннен кейін менің анам ерте қайтыс болды. Содан үлкен апам осы жерде жұмыс жасады. Тұрды тұрмысқа шығып. Сол үйге келіп, ол кезде кондуктор деген бар. Үлкен автобустар жүреді. Кольцевой дейді, ГПЗ дейді. Осы қала аралығында жүретін маршруттар болды. Сол жерге мен енді кондуктор болғым келді. Неге десең, сол елмен жұмыс жасайсың, елді көресің деп. Бірақ оған жездем рұқсат бермеді. Бақыт деген жездем бар. Сол айтты, қой, атақты адамның баласысың, жүресің ба біреуден тиын жинап, елден сөз естіп, елдер жаман, біреу тиын беріп түседі, біреу тиын бермей түседі деп. Содан ГПЗ-ға бардым, алған жоқ. Молокозаводқа бардық. Молокозаводқа барсақ, бәрі етік киіп, шылқып жүр екен судың ішінде. Оғанда қой, мынау судың ішінде жүріп, жаңа апам ертіп барып жүр әр жерге бір. Анда апарт, мында апарт, ешқандай алған жоқ жұмысқа. Және мен жаңадан келіп атқан, ол кезде де пропискамен нетесің, әзір пропискам жоқ. Сосын өтіп бара жаттық та, нан завод деген завод тұр екен, қаланың шетінде. Апам айтты, осыған бір кіріп шығайықшы деді. Барсақ, менің қағаздарымды қарады да, ол кезде Әділкадыр дегенге бармайсың, тіке директорге барасың жұмысқа қабылдану үшін. Тіке директорге кіріп едік, Нұрлан деген жас жігіт екен, тие берсін өліп кетті, 54-ші жылғы жігіт еді сол кезде. Кірдім, кіргеннен кейін сәлеметсіз ба деп сәлемдескенімнен, ол мені қай жерден келдің деп сөйдеді. Жамбыл облысынан дедім. Кәне қағазыңды бер деді. Қолымда жаңағы аттестаттан басқа, паспорттан басқа шыққан қызыл паспорт қой өзі. Қолына бердім, қолына беріп едім. Жамбыл облысынансың ба? Мен Шымкенттенмін деді. Жамбылдан екенсің ғой, Мойынқұмнансың ба деді. Жұмыс жасай аласың ба? Грузчик боласың ба деді. Грузчик дегеннің өмірде естіп тұрған грузчик деген екен. Болам дедім. Сөйтсем әлгі мені ұн таситын қылып алайын деген екен ғой. Содан 2 ай ұн тасыдым. Бір 8 сағат 4 смен болды ол кезде. Сағат 8-ден 4-ке дейін, 3 смен, 4-тен 12-ге дейін, 12-ден таңға дейін. Сол сменнің бір сменіне әзір 18-ге толған жоқсың, күндізгі сменге ұн тасисың деді. Бұл 79 жылы 27 август күні еді. Жаңаөзенде? Жаңаөзенде, нан заводта. 27 күні істедім, 28 күні істедім, 29 күні жұмыс жасадым. 27 күні екінші сменге жіберді, содан кейін мен қалған уақытта бірінші сменге жіберді. Сол кезде мен 200 мешек ұн төктім. 200 мешек ұн? 17,5 жастағы қыз, 17. Неге десең енді
жұмысқа істеймін деп кірдім ғой. Енді мен оны ауыр екен деп тастап кеткім келмеді. Бірақ ішіндегі орыс әйелдер, ол кезде жүнтөс дейміз, кавказдықтар, шешендер, ингуштар өте көп жұмыс жасайды екен нан заводта. Заң өзінде көп болды олар, өте көп болды. Сосын сол бір әйел айтты, мынау сен болмайды, сен қыз баласың, саған болмайды деп сөйтеді. Болса да болмаса да маған 2 ай грузчик боласың ба деді, мен боламын деп. 2 айымды өтеуім керек дедім. Атта 2 айды жаңа кісінің алдына санап бердім. Содан мені сменге алды. Сменнен жаңағы нан жинап тұратын болдым. Укладчик дейді ол кезде. Содан ол укладчик 3-ші разряд, одан кейін ішіне кіріп нан майлайтын болдым. Содан бір 6 айдың ішінде мен 4-ші разрядқа көтерілдім. Өзімді көрсеттім да жұмыс жасап. Қара жұмыстан қашпайтын. Негізі совхозда өстік, отын тасыдық, шөп шаптық, сиыр саудық, су тасыдық. Енді ол кезде Союздың қыздарымыз ғой. Содан сол бір жекеменшікке сатылып кетіп, 99 жылы 16 август күні сол нан заводты өзім жауып шықтым. 96 жылы. 99 жыл, 96-та сатылды, 99-дың августында жабылды. Содан өзімнің басқа мамандығым жоқ. Содан үйден отырып нан пісірдім, үйден отырып алтыннан нан пісіргеннен, оғанда бір Сариба Айсұлу деген қыз маған түрткі болды. Апа, 10-15 нан пісіріп бершеш деп. Содан баяғы заводтан қалған кілт қалтамда, 2 жыл қалтамда кілт жүрді. Ешкімнің заводтан жұмысы болған жоқ. Сол кезде заводты көшіріп алсам да болатын еді. Артынан кейін 2 жылдан кейін наубайхана ашарда барып, жаңа бастығыма өкіп келеймін әлі күнге дейін. Контейнер сұрадым, нанның контейнерін бершеш, 2-3 контейнер деп. Сатып ал деді. 2 жыл қалтамда кілт жүргенде неге тонап кетпедім екен деп сол кезде ренжідім. Рахман деген жары жігіт болды. Қазір ойлаймын ғой, бәрі сол өткінші дүние екен ғой деп. Қолымызда тұрды ғой, формада тұрды, нан жинайтында тұрды, илейтінде тұрды бәрі. Артынан кейін өзіміз ашқан кезде бәрін сатып алдық қой. Бірақ адамдардың санасында басқа түсініктер болды. Санасында бізде бір темірді жұмыстан алып келу деген сана болған жоқ. Артық нан алып келмейтін едік, артық жаңа бір зат алмайтын едік. Күнделікті өзімізге керек затты алатын едік. Болмаса тегін зат, мысалы жұмыртқа тұр ғой, неге 100 жұмыртқа көтеріп келмеймін мен? Жоқ, өзім жанұяма керек па 10 жұмыртқа, соны алып қайтамыз. Онда да бізді жолда ұстайды, үкімет қарайды, одан қорқамыз. Енді өмір бойы сол нанмен кеттім. Сол көп айтады дейді, мұғалім болды ма, депутат болған кісі сияқты, билікте отырған кісі сияқты дейді. Мен билікке жолық көрген жоқпын осы күнге дейін. Мен қазірде Жаңаөзен қоғам кеңесі мүшесімін. Елдер депутаттықпен шатастырады. Депутат емеспін. Мен халықтың не айта алмаған билікке жеткіземін. Биліктің халыққа айта алмаған билікке жеткіземін. Екі ортадағы көпіріміз. Екінші кезеңге өттім, Аллаға шүкір. 19 біз, 18 ер адам, жаңғыз әйелі менмін. Екінші кезең осы өзенде өткен 2 түйір адам бармыз. Біреу Ибрахим деген жас бала, о да өтті екінші қоғамға, екінші мен. Мен осы қоғамға келгенде, екінші қоғамға сайланғанда мен өзім ойладым. Қой, мен сайланбай ақ қояйын. Неге десең мен сайламайтынын білдім да елдің. Неге десең мен басшыларға қарсы шықтым, басшыларға қарсы сұрақ қойдым. Мысалы, ол әкім екен, ол гобының бастығы екен, или ол мынау ауыл әкім екен деген жоқпын. Өзімнің көкейімде жүрген, көкейтесті сұрағымды және халықтың маған жеткізгенін мен соларға жеткізіп отырдым тікелей. Тіке сөйлегенде білесің ғой кім жек көретін. Олар ондайға үйренбеген, біздің билік қарсы сөйлегенде үйренбеген, бірақ енді халықпен санасып бастады. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой. Соның бірі осы біз әкімдерге қазір ойымызды жеткізе аламыз. Бұрын біз әкімдерге кіріп, ойымызды жеткізе алмайтын едік. Қазіргі әкімдер бізді тыңдайды. Біз айтамыз ғой, ол жасай ма, жасамай ма, бірақ бізді қабылдайды, тыңдайды. Бұрын әкімге кіру үшін жазылуың керек, айтуың керек. Мына қоғам кеңесі мүшесі болғалы бері әкім бізбен санасады. Біз енді халықтың мұқтажын жеткіземіз ғой. Халық болмаса әкімшілік қайдан келеді? Әкімде отырғанда қазір бір әкімшілікте отырған бір адамға барып сөз жеткізудің өзі қиын ғой. Қазір бәр жерде жаңағындай күзетші тұрады. Оған кіру үшін жазылуың керек. Елдің бәрі шаршап кеткен ғой содан. Енді қазір халық бізге жеткізеді бәрін. Біз жазып аламыз да сол кісіге жеткіземіз. Сол кісіге жеткізгеннен ана кісінің екі ортасындағы сөзді жеткізгесін қазір халық кішкене тынышталды. Қазір бізде пікір көшбасшы деген неміз бар. Өзіміздің күндегі мына телефонда хабарласып отырған WhatsApp дейді ғой. Сол жерге Үміт апа, мына жерде бүйтіп жатыр, мына жер сөйтіп жатыр дей ме? Мен тікелей әкімнің отырған группасына айтам. Әкім жауапты мамандарға айтады. Сол жауапты мамандар маған қалай жауап береді, мен соны ана кісінің WhatsApp-ына салам. Бұлай қарағанда ол да өте үлкен
көмек, және мына адамды қалттардың кішкене миы тынышталды. Неге десең, әкімге кірмеген үшін де олар ызаланады. Биліктің сөзін тыңдамаған үшін де ызаланады. Көп жаңартулар болды осы жаңа әкім келгелі. Енді бізде қазақта қалай? Істеліп жатқан затты біз көрмейміз. Бізге тек сразу семьяңда да мен 5 баламда, мысалы, 5-еуіне мен бірде гладкий айталып, олардан алып бола алмаймын. Негізі біреуі шаршап жүреді, біреуі семьялық жағдайында жүреді, біреуі іс сапарда жүреді, біреуі жұмыстан босай алмайды, кейде баласы ауырып жатады, кейде тойда жүреді. Мен ол 5-еуінде біріктіре алмаймын. Халықты біріктіріп, халықты айту үшін де оған да үлкен не керек қой. Халық істеп жатқан затты, мына кісі істеді-ау демейді. Құртақандай арбатты алай қал. Ал арбатты кеп-кеше осы мен түнде жатайын деп жатқан тыңдадым. Сол арбат не керек дейді. Ал жақсы арбат не керек? Салынбай ақ қойсын. Салынбағанда үкіметтің несі кетеді? Осы күнге дейін салынбай жатты ғой өзенде ештеңе. Ал спорт аңғарлары салынып жатыр, ол не керек деп сұрайды. Сосын кейде ойлаймын, салынып жатса не керек дейді, салынбай жатса неге салынбайды дейді. Бұл халықтың екі ортасында да көп затта. Мен кейде бүйтем, одан да менің күнде мыңнан пісіріп тастап, халықпен сөйлесіп жүргенім жақсы еді деп та. Енді кейбіреулер менің осы сөйлегеніме қарап, былай жүргеніме қарап, сіз билікте жұмыс жасадыңыз ба, әкімшілікте жүрсіз ба, мұғалімсіз ба деп көп сұрақ қояды да. Ал ойлайды, намысып жүрген адамның білімі төмен деп ойлайтын шығар. Жоқ, мен 12-ші жылы осы анкета толтыру арқылы Назарбаев университетіне де түстім. Назарбаев университетіне түскен кезде 82 жастағы американец, атын ұмытып қалып отырмын, сол кісі 57 жасымда барып оқып, профессорлық атақ қорғадым дейді. Содан бері жұмыс жасап жатырмын. Сіз ойламаңыз, 50-ден кетіп қалдым, мынау маған не деп. Сол кезде 51 жаста екенмін мен. Сол кезде айттым да, мен 50-ге келіп маған не керек дегенде, жоқ. Нағыз оқитын кезіңде, нағыз осы ғылыммен айналысатын кезіңізде келіп тұрсыз дейді. Еш уақыт айтпаңыз дейді. Бізде дейді, сіздер де союз деп сөйлейін дейді енді. Біздің көзімізге орыстар көрінеді дейді. Бізге қазақ, өзбектер көрінбейді. Бізге бәрі мынандай сырдың кезінде ұстаған ғой олар бізді. 80-ші жылдан бері осындай бизнесте келе жатырмын дейді. Сіздер де оқу арқылы көтерілесіздер дейді. Мен содан енді қазір Құдайға шүкір Назарбаев университетінен 9 ай оқыған, мен 9 жыл оқуға татиды. Одан академия травмпроблігі өтіп, есеп қисапты, өзімнің бизнесімді қалай қорғауымды, құлап қалғанда қалай тұру керегімді көп адамдарға да үйретті көрдім. Мен 3-4 жыл әркімге осылай айтып, бүйту керек, сөйту керек десем, олар жүре тыңдайтын еді. Артынан мен әрқайсынан 2000 теңгеден алып оқытқан кезде олар жазып үйренді. Қазір енді көп емес, 5-6 қыз келіншектерім бар. Апа, біз құлап қалған едік, сол сіздің бір неңізден біз осылай көтерілдік, тағы да деп, тағы бар оқу болса шақырыңызшы дейді. Бізде не? Қолымыз тимейді. Негізі кейде ойлаймын, осы бір шақырып жинап, өзімнің менің алып кеткенім не керек? Ал мен енді неше жыл өмірім барын білмеймін енді, бір Алла біледі. Соны жалпы айтып отыру керек екен. Бөлісіп отыру керек. Бөлісіп отыру керек. Менің наубайханашы болғанымның, менің Назарбаев университетінде оқыған, академия трамполи бітірген, мен қоғамда жүрген не керек? Мен артыма біреуді үйретпесем. Осы жақында бір жігітпен жолдас болдым, енді баламыз есеп қой. Сол кісі маған бүйтіп айтты. Апа деді, сіз менің анама ұқсайды екенсіз деді. Анам да ерте кетті деді. Анам бүйтіп айтатын еді дейді. 4 қыз, бір бала болып өстік дейді. Жоқ-жоққа семья болдық. Әке-шешем сондай рабочы болды дейді. Қазір мен басшы болып жүргенмен, менің әке-шешем сондай болды дейді. Бірақ бізде жан-жағындағы тумаластарымыз көпке дейін менсінген жоқ. Бізде стенкі болған жоқ дейді. Ол кезде бір әйелдердің ауруы мынандай стенкі еді ғой. Қазір екінің бірінде бар ғой. Светный телевизорымыз болған жоқ дейді. Енді қазір ол кісілерде ондай менің дәрежемде дәреже жоқ балдарында дейді. Бірақ мен олар сонда да бізді дейді, баяғы сонымен әлі қабылдап келе жатыр дейді. Сонда менің анам бүйтіп айтатын еді дейді. Жас күнімде байлық берме. Байлық маған жас күнімде керек емес, байлық берме. Үлкейгенде, қартайғанда жарлық берме деп айтатын еді дейді. Сіз сол кезеңде жүрсіз дейді маған. Сосын көрдің ба? Адам деген сөйлесе келе, адам қатарға жүре келе, құрттай баладан сондай, енді мен 70 жыл келіншек болдым, ол мен 70 жыл туған бала ғой. Соны көріп, кәдімгідей ойландым да, менің жүрісім дұрыс екен ғой деп. Ал мен кезінде менімен қатар жүрген қазір бұрын врач болған, мұғалім болған, енді қыздар тыңдап өкпелемесін, қазір бәрі үйде қарап отыр. Олардың врачтығынан, олардың мұғалімдігінен, олардың бастықтығынан, олар бәлен ұстағанда не қайыр? Олар артында
Мысалы қазір олар бір жерге барып та шығып та айта алмайды. Неге десең, олар кабинетте отырды, өз жағдайларын сол кезде жасады. Олар Астанадан, Алматыдан, мысалы мен Ақтауда үйім жоқ, Алматыда үйім жоқ. Мен осы міне, Құдайға шүкір, 4 қызым тұрмыста, бір балам жаңа жұмысқа кірейін деп жатыр. Әкесі 45 жыл мұнайшы, мен 40 жылдан аса нам пісірдім, бірақ мен өз билігімді сұрап көрген жоқпын. Мен қазір Ибағаровтың алдына барып, балама жұмыс тауып бер десем, ол ұялғаннан берер еді маған. Мен бірақ кезек бұзылып кетсе, елдің айқай шығаратынын білем. Сондықтан мен айқайдан қашам. Неге десең, елдің бәрі мен өзімдей. Бәрі де тізімде күтіп отыр. Сондықтан балам да кейде маған өкпелейді. Мама, айтшыш, жігіттердің қасында жүрсің ғой, билікпен бірге әкімге айтшыш, анаған айтшыш. Мен айтам, жоқ, айтпаймын. Неге десең, сен де өзіңнің өмір сатыңмен баруың керек, балам. Маған папам, мамам көмектескен жоқ. Менің папам мен мамам келіп ұнтасып берген жоқ, наным пісіріп берген жоқ. Мен осы күнге жеттім ғой. Сен де солай жетесің. Адам сатымен көтерілсе, жоғарыға шыққанда наның тәтті болады. Тұрақты нан жейсің жоғарыға шыққанда. Ал сен қазір бәрін күшті болып атсаң, мүмкін сүрінесің. Көп адамдар 50-ден кейін сүрінеді. Тұра алмай қалады. Тұра алмай қалады. Неге десең, ол жас кезінде көп зат жасады. Жалпы бәрі адамдардың көкірегінде баю. Алда болсам екен, көрінсем екен, байысам екен, жақсы болсам екен дейді. Ал қазіргі көп басшылардан естейтінім, зыңғыратып үй салдық, зыңғыратып мәшін міндік. Балдардың бәріне жақсы киім кигіздік, жақсы оқу оқыттық, ақшаны балдарға шаштық. Тумаласқа көмегім тиген жоқ, ешкімге көмегім тиген жоқ, тек өзіммен. Сол 3 баланы өсірдім, бірақ 3 баладан қайыр жоқ деп отқан адам бар. Қазір кемпір екеуміз дейді, 2 этаж үй не керек бізге дейді. Енді сатайық десек өтпей тұр дейді. Бізге дейді, сол 2 үйлік үйде өмір сүргеніміз жақсы дейді. Қанша дүнияң көп болса, сонша көңілің бұзылады. Қанша дүнияң көп болу жоғалтсаң, ауру боласың. Сондықтан қатармен жүрген жақсы. Жаңағы тойдағы, сіздің жаңа тойда айтқан сөзіңіз бар ғой, одан кейін енді ол біз көрген роликте ол бітіп қалады сол жерден, бірақ артынан жаңа тойдың иелері ренжіген жоқ болған? Ренжіген жоқ. Содан кейін адамдар столға содан кейін ол кетіп қалғаннан кейін мен микрофонсыз бүйтіп айттым. Неге тұрсыңдар? Неге отырмайсыңдар столға? Мен ана жерде айтып кеттім ғой, бастықтың тойы болса, әкімнің тойы болса, тым-тырыс отырар едіңдер. Олардың да бірінші келін алып атқаны. Олар бастық емес. Біреуі жаңа жиенім больницада жұмыс жасайды. Сол шатаспасам санитарка жұмыс жасайды. А күйеуі өмір бойы сол ауылға су жеткізіп тұрды. Водовоз айдады. Сосын жаңағы айналымда жүрді. Батыр ауылы, Баянды ауылы мен Ақтауда, Екортада жаңағы маршрутта жүрді. Ал егерде сол Баянды ауылының әкімі болса, ана әйел врач болса, әлем мұғалім болса, бәрі сыйлап коллектив келіп отырар еді. Тойларға жиі барасыз ба? Тойға тіпті көп жиі барам енді. Бұл сол жаңағы тойда болған нәрсе ол басқа тойларда да қайталанады ғой? Қайталанады. Мен тынышталыңдар деп сөйлеймін. Тынышталыңдар. Не ондай болды сонда? Енді қазір көп адамдар, енді ол YouTube шықпай тұрғанда да, бұл болмай тұрғанда да, мен кішкене қаттырақ сөйлеген кезде елдер тынышталып қалады. Халықты енді жөндей алмайсың ғой. Халық тойға келеді, әңгіме айту үшін, сөйлесу үшін тос айтқасын кетіп қалады. Қазір тойдың да мәні кетті ғой. Тойдан қашып бара жатырмын деген бір өткенде мен де оқыдым. Сол қасымдағы жігіт осындай жазып берген. Тойдың да мәні кетті. Тойға көп барам. Көп шақырады, көп барам. Неге десең, шақырғасын бармай қалсаң, менсінбеушілік деп ойлайды. Бір рет бір келінім, бір Ақтаудан жиналыстан келдім де, осы қай жылы? 11 ба, 12 жыл ма, мен шашыма прическа жасамай барғанда кішкене 100 грамм ішіп маған өкпеледі. Сіз менің тойыма прическасыз келдіңіз деп. Мен тойға өте дайындалып барам. Мен тек кездейсоқ бара салмаймын. Мысалы, мен ана тойдан шығам ба, мына көйлегіммен үйге келіп арнап, басқа орамынан басқа көйлек киіп барам. Неге десең, ана тойдан шығып, мына тойға келе салды дейді ғой, мен өйткім келмейді. Неге десең, әр тойдың, әр адамның өзінің сені күтіп отырады. Ниеті бар. Менің өзім түсінігім солай. Ал жаңағы шашу бере салып кетіп қалады дегенге мен өте қарсымын. Менің жолдасым дұрыс айтты, кетейікші, елдің бәрі кетіп жатыр деп, мен айтам, жоқ, кетпеймін. А мен де мысалы жаңғыз баламды үйлендірдім. Жаңғыз демейін, енді үйдің алдында мен шақырмаған адамдарым да келді. Мен сол кезде бір өте жаман ауырып қалдым. Бір өзімде бір жаңа бір бочкаға түсем, бірдеңе түсем деп, сол күні кондиционерге ұйықтап қалдым. Мен өзімнен болды. Жаман ауырып тұрдым. Келінімді айтпай алып келді балам. Мама, 2 недельде қалғанда алам, айтам, бейтем, сөйтіп, 1 недельде қалғанда айтсаң да жетісеміз деп сөйтіп жүрдік. Неге десең, дайындалып отырдық. Келін аламыз деп. 9 күн Алматыға билетім болды.
20 күні шығып келетін болдым. Октябрьдің ортасында келін аламыз деп сөйтіп ойлап жүргенбіз. Ол бала 4 күн әкелді. Келін 5 күн үйде отырды. Бірақ мен тек кім келінің құтты болсын деп айтты, соны шақырдым. Маған кім келінің құтты болсын деп айтты, тек той осы күні. Ешқандай шақыру билет тарқатқан жоқпыз. Соны бір келіншек, менің келінім, жақын келінім, елдің бәріне шақыру билет беріпсіз, бізді шақырған жоқсыз деп өкпелеп, құдалыққа шақырғанда да келмей қалды. Рахмет, келмей ақ қойсын, бірақ құтты болсын айтты. Бірақ келінім емес, қайным айтыпты. Елдің бәрін шақырады, мен неге шақырмайды деп. Ол кезде мен ешкім шақырған жоқпын. Мен статусқа қойдым. Бәленшеге 10 сентябрьға той деп. Той келін алдың ба дегенге тойға кел дедім. Келін алдың ба дегенге тойға кел дедім. Бірақ арнап оларға мен шақыру билет жіберген жоқпын. Мен енді бала шағам да бүкіл өзінде куә. Бір адамның үйіне барып бір билет берген жоқпыз. Неге десең бәрі тығыз болып қалды. Үміт апай, сіздің мына бір жиында айтқан сөзіңіз бар. Мен 89 жылы жаңағы Жаңаөзен оқиғасына қатыстым, көтерілісіне, иә? 86-да қатыстым, 89-да да қатыстым. 86-да қатыстыңыз, 89-да да қатыстыңыз, иә? Мына 89-дағы оқиға бойынша бізде жалпы көп ақпарат айтыла бермейді. Көп кейінгі жастар әсіресе білмейді. Жаңа ингуштар дегеннен шығады ғой. Қалай болды сол кезеңді бір айтып өтсеңіз? Сіз ол кезде неше жастасыз 89-да болғанда? Өте үлкен көтеріліс болды. Как раз бізде кілең кавказдықтар істеді. Біздің завсклад Халухоев. Мастеріміз Халухоева. Молокозаводтың завсклады Халухоев. Әйелі мастер Халухоева. Солар жеті атасымен жайлап алды ғой біздің хлебзаводты. Бұл енді қараңыз, бұл қиянат емес пе, әлі олар еңбекпен келді оларда. Бірақ оларда бір тарапынан бір әділетсіздіктер болды ма жергілікті халыққа деген? Оларда бар ғой, олар бізге қысым ешқандай көрсеткен жоқ. Қысым көрсетпесе де олар жайменен тамырларын жайды. Неге десең билікке солар отырды. Айтқандары жүрді солардың. Айтқандары жүрді. Неге десең олар алып беруді білді. Бізде қазақты алып беруді білген жоқ қой. Біздің директорлеріміздің аузын байлап тастады. Сол кездегі директорлеріміздің. Сол Халухоев не айтады? Даже біз мастер болу үшін де, 4-ші разрядқа өту үшін де Халухоевпен жақсы болуымыз керек болды. Халухоевтың өзінің кругында барып кім 100 грамм ішеді, ол күшті болып тұрды. Кім оның 100 граммына компания дейді ол кезде. Компания кіре алмағаны ол көтерілмейтін болды. Сол қазір бір би алаңынан шығып кетті де төбелес басталды. Сосын біздің енді хлебзаводта 50% жынтес қой. Солармен төбелестік. Сол кезде мені де барып қамаққа тастады. Ол кезде менің әкем Пронтабек. Мен 25 жастамын сонда. 300 адаммен бізді қамады. Жан-жақтан төбелескен адам бәрін әкеліп. Әскер келді? Әскер келді, танкілер тұрды. Жаңағы немен қорқытып атты. Бір балдардың санына жүгіріп қатқанда 3-тің 5-нің қасында санына не тиіп, мен жаңағы етегім жыртып бүйтіп байлап, шалымыз екеуміз, жаңағы жолдасым екеуміз былай көлеңкеге қойып, үйге қарай қашып кеттік. 3-тің 23-інде тұратын едік. Бәрін көзіміз көрді. Командирский частта бізге не беріп қойды? Хлебозға жүретін қағаз беріп қойды. Оның бәрін көрдік қой. Сол кезде менің әкем Пронтабек медалдың бәрін тағып, мені шығаруға келді. 300 адаммен тағып отырмыз бүйтіп бәріміз. Су жоқ, зат жоқ, дым бермейді сол кезде. Барлығы қазақтар. Бәрі қазақтар. Ішінде ешқандай орыс жоқ, бәріміз қазақтар. Енді соның алды 35-40-дағы мен 25-20-дағы жасөспірімдер, кілең жастар. Енді ішінде 17-18-дегілер бір 20% бар шығар, қалғанның барса. Енді үлкен адам жоқ, ең үлкені сол жерде бір 40-дағы жігіт болды. Сол кезде мен сол кісіні үлкен көрдім. Үлкен жігіт деп та. О да бір мекемеде төбелескен екен. Мен хлебзаводта төбелестім, түнгі күш салып кетті мені. Жентестерді ұрдым. Ұрдыңыз? Ұрдық. Сосын қалай болды? Ұрдық, сол кезде бір мастерім айтты, мені ертең директор не етеді, екеуіңді бірге алып кетемін деп еді. Мен айттым, жоқ, хлебзаводта мені алып кет дедім. Мен негізі бастаған төбелесті бастаған деп. Таңертең уже бәрі кетіп қалған екен ғой. Сол бір түнде болған төбелесті, жаңа ППМ шақырған ғой, жаңағыдай диспетчерде не тұр ғой. Сонымен бізді ұрып жатыр бізді деген, сол бойда келіп, мені алып кетті. Молокозаводтан 3 ер баланы алып кетті, хлебзаводтан мені алып кетті. Мастерімді алғысы келіп еді, уже мына таңертең нан тапсыру керек қой. Магазиннің бәрі қирап жатыр, нан тапсыратын жер жоқ. Бүкіл ел нан заводтан нан алып қырылдық қой. Сонда мен сутка жарым отырдым, 300 адаммен. Сонда менің әкем келіп мені шығарып. Енді ол кезде ешкімнен хабар алмайды. Хлебзаводқа келсе, ППМ алып кетті деген. Сосын менің күйеуім жүгіріп әкеме барған, үмітті алып кеткен, кеше төбелескен деп. Ой, құдай атқырай деп келген. Келіп енді мені жаңағы немен прокурормен бір жеңгеміз болды. Мен қазір өксінің атын ұмытып қалдым. Ескелдінің әйелі болды. Соны алып келген ғой. Прокурорды алып келіп, несі бар шығарам деген ғой. Сөйтсем мен бүйтіп айтам дейді. Аға, әкемді аға деймін. Бүйтіп төрге барып.
аға мына 300 адам шықпаса отыра берем дедім. Мә соны әкем кетіп қалды. Бұл таңғы 11-лердегі болған жағдай кетіп қалды. Ішімде ойлап отырмын, мә енді келмесе қайтем деген қорқыныш пайда болды да қайтергенде. Сосын құрсыншы мыналарда өліп жатқан жоқ қой деп. Арасында 3 литр бәңкіме су әкеліп береді. Сондағы адамның ауызбіршілігін айтайын ба? Бәріміз бір-бір ұрттаймыз. Бір-бір. Кейде бір-бір ұрттауға жетпей қалады. Әкеліп бершің, әкелмейді ана милициялар. 3 литрмен бүйтіп қоя салады. Қайдан келіп жатқан су білмейсің. Бәрін бір-бір ұрттап береміз. Күн жанып тұр. Үйінің 16-сы күні ғой. Сол Алматыда не болып жатыр деп, жаңағы колбинді қоймаймыз деп жастар шықты. Көше деген толып кетті. Ол кезде де қазір мына бірдеңеге тұрса үлкендер шығады ғой. Өзі үлкендер шықпайды. Кілең жас шығатын еді. Біздің үлкендеріміз оны ол кезде үйтіп қосылмайтын еді. Қазір мына біреу забастовка бірдеңе қылса, үлкен кемпір шал, даже коляскамен итеріп барып жатады ғой. Былай қарағанда онда мен оғанда қосылмаймын. Үйдегі суды мәжбүндеп отырған адам неге алып шығады екен деп. Оны біз өзім ұлтымыздың нашарлығы деп ойлаймын да, андай инвалидтер бар. Әлсіздігі ма, незет деп айтады жаңағы. Апарып бүйтіп, үлкен адамдарды бүйтіп жылатып қояды ғой, мен соған қарсымын. Шықтың ба? Бүкіл өзен жастар шықсын. Шықпай ақ қойсын. Мен жалпы сол шығады деген ниетке негізі өзім басымнан өткесін, не қыламын? Уайымдаймын. Егер ағаш үйтіп ана жерге шығама, мен нанды үйім. Мен нан шапа дейді. Нанды үйім, бірақ айтам. Өткенде де газ 50-де тұрдық қой. Сол кезде газ 50 болған кезде мен нан тоқтаттым. Сол кезде бір-екі бала маған звондады. Апа, бізге нан әкеліп беріңізші. Біз до конца тұрайын деп тұрмын. Балам дедім, мен политикада жұмысым жоқ, саясатта жұмысым жоқ. Мен сендерге 5 күн көмектестім ба? Көмектестім. Үйлеріңе 2 нан алып кетуге дейін жағдайларың келді ма? Келді. Ал енді кешірерсіңдер. Тұрасыңдар ма, тарайсыңдар ма, енді жұмысым жоқ. Бірақ анаң, мен даже ютубта жүрмін. Аналарың тыныш ұйықтағысы келсе, балдар қайтыңдар дедім. Сендер үшін аналар түнде ұйықтамайды деп. 86-та сіз ұсталдыңыз, е? Ұсталдым. 89-да да ұсталдыңыз. Ұсталдым. 89-да қалай болды, сонда қалай сіз оланы? 89-да біз көшеге шықтық қой бәріміз. Сол кезде тек жаңағы әрқайсымыздың резин тигені бар, тимегені бар. Менің иығыма тиді резин. Бір-бір салып алды бәрімізді. Бұл жердегі жаңа өзге ұлттың өкілдері кетті сосын, е? Жоқ, тек мына жаңағы Алматының несіне шықтық қой. Сол кезде. Сосын 11-ші жыл қиын болған жағдай. 11-ші жылда мені бірінші жұмысшылардың кететін бекетінен басталды ғой. Күнде түнде 30-нан бері жіберем. Сонда өзіміздің қазақ балдар осы Үміт ападан келіп тұр деп, маған бір-екі погондылар келді. Сосын мен айттым, мен не зияным бар дедім. Менің апарып берген нанымына зиян болып тұр ма? Жоқ, олар тойып тұрса тұра береді деді. Әр заттың да өзінің мезгілі болады, шектеуі болады дедім. Бірақ мен халық тұрған кезде мен 30 нанымды аямаймын дедім. Сол маған кішкене қысымшылық көрсеткісі келді. Бірақ мен өктем сөйлегеннен кейін кетті. Бірақ енді сол 86-дағы, 89-дағы менің сол шаталғаным, ұсталғаным, сол кейбір адамдар сонда менің сыртымнан информация жинап жүрді. Қоғам кеңесі мүшесіне неге келеді? Ол союздың кезінде болып кеткен жағдай ғой. Ал мен бері керекте де мысалы 10 жылдарда менің мысалы осы биліктен зардап шеккен кезде Астанаға Бекшинге де барып сол адамды түсірдім. Мен биліктен шектеу алған кезде. Мен 7 ай ол кезде де шектеу алдым. Мысалы. Мен сау болсын, мені ел халық сыйлағаннан 2 айдан кейін мен шектеуден шығарып жіберді. Сонда кеңес одағында енді жаңа істердің кезінде болған дүниелердің барлығы әсер етіп тұр, мынау тәуелсіздік алғаннан кейін де тәуелсіздік алғаннан кейін де мені жақсы білетіндер мен сыртынан айтып тұр ғой. Бетіме осы күнге дейін үміт сенсің деп келген жоқ. Мысалы, сен ана көрдің бе, мен тойда сөйледім ғой. Мына қатын неге абалап тұр? Бұның не жұмысы бар тойда деп айтқан адам болдың ба? Жоқ. Қара, қанша мен нелерді балдарымадан оқыттым. Бір адам маған қарсы шығып, ойбай неге айтады деп айтса, өзін жөндеп алсын оғатын. Бәлем түгін деп айтатын болса, мен сол адамға жауап берейін деп те солшылық не қылдым. Бір жағынан ойладым, ол дәулет неге шығарып жібереді мені өйтіп. Ал менің жиенімнің баласы шығарған екен. Неге оны іліп алады да ол шығарып жібереді? Авторлық құқық деген болады мысалы да. Мен бірақ ол жігітке әлде де нетем, сөйлесем, айтам. Сен бір ауыз менің апа, сіз сөйтіп сөйлеген екенсіз, мен салып жіберуге бола ма? Мен сізге сондай крутой адаммын, бірдеңе миллиард адамым бар деп, маған алдыма өтті ме? Ол жатуға болмайды. Ол мен тумаластық ол кісі, мен атына шенем жоқ қой, былай қарағанда. Тумаластық байланыс жоқ менде. Сосын бір жағынан ойладым, қой, жас балдар қазіргі өзінің нанын шығар тауып жүрген.
бәлен шығар, сіз сұраңыз, ақша сұраңыз деген маған адамдар да айтты. Ол жігіт бай дейді, бүкіл не адамда тіркеліп тастаған, сізге ақша төлесін дейді, сіздің шыққаныңыз үшін дейді. Ол қалай сұраймын десем, ол кісі бай жігіт дейді. Бай болса онда мен одан бай болып тұрмын ғой дедім. Солай. Бірақ қазір біздің алға шыққан, құрттай алға шыққанымызды адамдар көре алмайды. Мен осылай жүрмін ғой енді, қоғамда жүрмін, адамның арасында жүрмін, сонда елдер ойлайды, мен миллион теңге тауып отыр деп. Мен 1 теңге таппаймын. Ең төмен пенсия аламын 72 мың. 72 мың теңге. 72 мың, 78 мың, кейде 80 мың. Мен оны тексертпеймін. Неге 75 болады, неге 80 болады деп. Неге десең мен егемендік ел болғаннан кейін үкіметке көп қызмет еткен жоқпын. Өзім болдым. Сонда да бізде қателігіміз налогқа көп тіркелмейміз ғой. Кейін тіркелдім налогқа. Жүре бердім, нанымды пісіріп. Менің мақсатым балабақшаға уақытында барсын, солдаттарға уақытында барсын, ауруханаға уақытында барсын, уақытында халыққа нан жетсін. Қанша жыл сол айналсыңыз сонда? 41 жылдан 42 жылға қарағанда өзіммен көп жұмыс жасаған, бірге жұмыс жасаған адамдарға тастап кеттім. Қазір 1 теңге со наубайханамнан алмай, 1 нан алуға да олардан алмай, мына қорыққан өзбектер береді маған нанды. Мына жаңа қаңтар дегеннен шығады. Кейбір лауазымды шенеуніктердің айтуы бойынша депутаттарды айтып жүр кейде, кейбір журналистерді айтып жүр оны. Біздің қаңтардағы тәуелсіздіктің сақталып қалуына президенттің тікелей жаңағы сол кісінің шешімінің арқасында тәуелсіздік сақталды, мемлекет ретінде сақталып қалдық дейді. Сіз енді көп адамдармен араласып жүрсіз ғой қоғамның ішінде, сіздің пікіріңіз қандай? Президент жаңыз президенттің қолына ештеңе келмейді. Мен президентті танымаймын да, көрмеймін де, президенттің алдына бармаймын да. Неге десең, президентті ұстап тұрған халық. Президенттің не айтқаны халыққа қарсы болады. Бірақ халық өзін-өзі қорғап шықты. Менің түсінігім, халық ауызбіршілікпен қорғап шықты. Халық тұрып берді. Тұрып берді. Тұрғанда, мысалы, бала демей, шаға демей бәріміз де, сол балдарымыз тұрғаннан кейін бізде бардық. Барғанда біз ішінде жүріп, ауызбіршілікке шақырдық. Көп азаматтар бар. Ақ жол партиясында жүрген Бердібек деген жігіт болды қасымда. Бұрын көрші тұрдық. Ол өмір бойы милиция болған адам, майор, полковник дейме, үлкен шенді болған адам, бірақ қазір депутат дейді, адвокат дейді. Сол жігіт екеуміз 4,5 сағат халықтың ортасында бүйтіп жүрдік. Әй, тыныш тұрыңдар. Арақ ішпеңдер, төбелес шығармаңдар, бізді аңдып тұр, ауызбіршілік керек, үндемеңдер деп. Аралап жүрдіңіздер? Аралап жүрдік. 4,5 сағат өтіп сол кезде. Ауызбіршілікке шақырып тұрдық. Ол жерде де 2 жақ болып тұрдық. Біреулер газ елу деп тұрды, біреулер өздерінікін тығып жіберіп тұрды. Біреулер өзінің пайдасына сол айқайдың ішінде бірдеңе істеп қалғысы келіп тұрды. Оның бәрін де байқадық. Жаңа ағаш үйге кіргенде, былай қарап қалсаң, бүйту керек, давай, сөйту керек деп тұрады. Мен қасына барып, әй бала, жөніңе тұр. Сенің кесіріңнен, сен өліп кетсең ештеңе емес. Айтып тұрған сен өлсең ештеңе емес, обалың жоқ. Мына тыңдап тұрған біреу кетіп қалады. Тек балдарға деген, бас десең ана жерде талқан шығарайын деп тұр ғой. Ибағыровтың жағасын ұстап сілкіледі. Ибағыровтың артынан бастап жүгіріп, бірдеңемен ұрайын деп жүгірді балдар. Соның бәрін көзіміз көрді ғой. Иә. Сол кезде бізге президент келіп бірдеңе деген жоқ қой. Біз президентке жеткіздік. Халық жеткізді президентке. Президент келіп халықтың ортасында келіп бүйтпе сөйтпе деген жоқ қой. Халықтың өзі алып шықты. Халықтың өзі алып шықты. Бірақ Алматыда ауызбіршілік бола алмай қалды. Неге десең, ояқта 4-5 жақ болып кетті. Коммерция жағынан ашынғандар болды. Үй ала алмай жүргендер ашынып кетті, жұмыссыздықтар ашынып кетті. Сондай түсінбей қалды. Біз тек бір газбен тұрып қалдық. Әртүрлі топтар болды Алматыда, иә? Әртүрлі топтар болды. Ал енді бәленше жаңағы болды деп қамалып жаңа нетіп атты ғой. Сосын бір сөзімді айта кетейін. Мамин деген жігіт ұсталып жатыр ғой қазір. Біз енді мен саясатты көп білмеймін. Мамин деген жігітке де мен алдына бардым өзенге келгенде. Премьер-министр. Жоқ, Мамин ба бір жігіт бар ғой анау. Қазір сотталып жатыр ғой. Мамай ба кім? Мамай құрсын, Мамин деп жаңа. Жанболат Мамай. Сол кісіге біз Ауғанстанның ардагері бар, Қасымда Аманқос деген жігіт екеуміз бардық. Барып бүйтіп айттық. Жаңаөзен өз қотырын өзі қасиды. Біз адаймыз. Біз балдарды басамыз. Қанша бізді тентек десе де, адай десе де, ақ жаулықпен барсаң, балдар тыңдайды. Наншапа дейді мені.
Арасында мен оларды боқтап та жібердім. Қайтың үйге деп. 2000 баланы таратып та жібердім мен. Сонда маған айтты бір депутат: "Мә, апа, сіздің авторитетіңіз күшті екен" деді. Содан бір баланы тыңдамай тұр екен, бір бала. Бір комиссия нетіп қойған, сол жаңағы бір сөзден бір сөз өткізіп, жұмыссыз ұйымдастырып тұрған, қырылып тұрды ғой газдан кейін, білесің бе? Бізде өзенде әкімшілік алды. Сол кезде сол балаға: "Хей бала, бері қара" дегенде маған бүйтіп қарап қалды. Сәлем бердік, Нанчапа не қылып жүрсің деді. Не қылып жүрмін, не істейін, ел қырылып жатқанда мен нанды пісірттім. Нанды пісіртпедіңдер ғой маған дедім. Сен бала сөзге кел дедім. Тыңда деп едім, ана бала тіксіл қата қалды ғой. Сонда жаңағы адамдардың қуанғанын көрсең: "Мә, қайда істейсіз" деді маған. "Ай, мен министрмін" дедім. Жай ғана наубайханашыны тыңдағанға биліктің өздері таңғалып қалды. Мынау кім деп. Депутаттар өкілемесін, ортаға кіре алмады. Ақсақалым деп жүрген, қолдарын сипап жүргендер кіре алмады. Шенділер кіре алмады. Үміт апаң кірді. Бірақ Үміт апаңды тыңдады. Мақтанғаным емес. Қазір балдарға кейде сау болсын айтам. Мен кейде таксиге мінем ғой. Енді бір шақырып мінем, былай мінем. "Мә, Үміт апа, сіз ба" деп ақша алмай кетеді. "Ей, алыңдар. Сендер мына таксимен пайда тауып жүрсіңдер" деймін ғой. Нақты болған жағдай ғой. Сол жаңағы жігітке барып айттым: "Келген Алматыңа қайта қайт. Біздің ауылда үтік күйдіріп жатқан жоқ, ыссы су құйып жатқан жоқ. Ауылыңа қайт бала" дедік. Бірақ ол жігіт тыңдады бізді. Сол күні түнде ұшып кетті. Жаңа президент деген шығады ғой, мысалы сіз Тоқаевқа сенесіз бе өзіңіз? Тоқаевқа сенгенде сенбегенде енді ол кісі 30 жылғы жүйені сыра жөнде жібереді деп айта алмаймын. Ал енді Тоқаевты алып тастап, қайта біреу келгенде ол ары қарай алып кете ала ма? Тоқаев Назарбаевтың қасында көп жүрді. Көп қателігін білетін кісі деп ойлаймын. Неге десең, ол елші. Жан жаққа барып жүр. Оны сырт сыйлайды. Мысалы, сені президент қылып апарып қойды. Сені кім сыйлайды? Ешкім танымайды. Ешкім танымайды. Сондықтан ол кісі, мен енді ойлаймын, ол кісі өзінің орнына, өзінің бір несін тағайындаса жастау деп ойлаймын да. Енді жас болғанда 50-дегі адамдарды да ойлаймын. Назарбаевтың қателігі деп ойлаймын, енді өзімнің ойым. Мен политик емеспін, оған миымда жетпейді. Өз еркімен кетіп, бір жігітті ертерек бір 10 жыл бұрын сайлап кету керек еді. Сол кезде осы сыйлы болатын еді, ешкім оның соңынан қудаламайды еді. Қазір енді кейде менде жаным ашиды, енді ол кісінің еңбегі жоқ деп айта алмаймын мен. Айта алмаймын. О да қиын кезеңнен өтті. Оның қасындағы адамдар томалас. Қазір енді сендер жассыңдар, білмейсіңдер. Қазір құрттай байыса, менде талап кететін адам бар. Мен билікке отырсам, қазір маған да билік жүргізгісі келетін адамдар бар. Мен де қазір отырым, билікке өзімнің сөзім жеткізгім келіп тұрады да, кейде өзімнің семьямның сөзін жеткізгім келіп тұрады да, сосын Үміт, тоқта деймін. Басылам. Көрдің бе? Бұл билік деген ұстатпайды. Ол мен Тоқаевты бәлен түген демеймін. Тоқаев өте білімді кісі. Ол жан-жақ. Біздің президентімізді тек Қазақстан емес, ел білу керек. Бізді қазір қара, жан-жағымызда қаншадан бізді аңдып отыр. Қаншадан бізді осылар қалай сүрінеді деп отыр. Біздің осы аузымыздың бір емес екенін басқа ел қолданып кетеді. Соғыстар болып жатыр. Соғыстар болып жатыр. Жан-жағымызға қарап отырсақ, біреу жаңағы құрттай Украинаны жақтадың дейді, біреу Россияны жақтадың дейді. Біз өз Қазақстанымыз өзіміз жақтай алмай қаламыз кейде. Ол сол жақтай алмай қаламыз. Сондықтан мен айтам ғой, өзіміздің өзімізге ие болайық, басқа не деп. Жұмыссыздықта қазір жайлап шешіліп жатыр. Көп біздің көзімізге ештеңе көрінбейді. Жаңа емхана салынды, көрінбейді. Айтылмайды. Жаңа арбат салынды, халыққа көрінбейді. Неге десең, қанағат болу керек халықта. Біз енді осы жерде қазір көп адамдар, мына қазіргі осы айтып жүрген адамдар 80-ші жылғылар. 80-ші жылғылар өсем дегенше 2000 болды, не көрді олар? Біз союз көргеннен кейін бейбітшілік болған жақсы көреміз. 19 мемлекет болып, республика болып, бір-бірімізге бір ақшамен жүрдік қой. Сол кезде орыс қазақ деген жоқпыз. Ал енді қазақ болып қалдық қой, не істеп жатырмыз? Кейбір лауазымды адамдар айтады, жаңағы біздің депутаттар да сөйлеп жатты, министрлер де айтады, біздің қазақ масыл дейді да, мысалға. Бұл ауыр айып емес пе, әлде елдің ішінде бәрі ел болғаннан кейін болады, онда біреу жаңағы әлде бір мүмкіндіктердің жетіспей жатқаны ма? Енді қазақтар масыл деп айта алмаймын. Сен мысалы еңбек адамысыз ғой, мысалы қаншама. Қазақтар мен масыл деп айта алмаймын. Қазір қазақтардың көп жерде көтеріліп жүргенін көріп жүрмін. Қалай оны қазақ масыл деп айтуға болмайды, қазақ жалқау деп айтуға болмайды. Міне қанша адамдар мысалы бананға дейін өсіріп жатыр. Жарайды, Жаңаөзендегі халық масыл ма мысалы? Масыл емес. Масыл болғанда кейбіреулерге жігіттерге өкпелеймін.
такси болуға арланады, біреуге жұмысшы болуға арналады. Бәріне мұнай керек. Бәрі мұнайдың оқуын бітіріп алады да үйінде жатады. Бір мұнай іштесе, келіні бар, әйелі бар, өзі бар, сол мұнайшының ақшасына жатады. Бір үйінде мұнайшы бола ма? Маған дүкенші болып келмейді, мағаннан жасаушы болып келмейді, соған кішкене өкпелеймін. Нарық дегенде бір қымбатшылық енді оларда. Қымбатшылық нарыққа біздің Жаңаөзен мойын бұрып атқан жоқ. Мен кеше мусор тазалап келдім. Бумағы, мына салапан, толы. Бумағын алуға да ақша керек қой. Халықтың жағдайы жақсы дейді. Мына бумағы мынандай қылып сүртіп лақтырғасын дедім. Жалпы ауызбіршілік керек қой. Қазір телефонның батыры көбейіп кетті. Телефоннан ақыл айтатындар көбейіп кетті. Ал тіке халықтың арасына шығып бетейік дейтін адам жоқ. Аздау. Ақсақалдардың өзі үндемей қалады. Ақсақалға да жастар емес, ақсақалға да кейде көңілім бітпей қалады. Бір ақсақал сөйлей ме, 10 ақсақал соның сыртынан жөндеп жібереді. Сыртынан жөндеп жібереді деген қалай ол? Сыртынан әңгіме айтады да. Осы кісінікі дұрыс екен деп айтады. Сондықтан мен кеше ютубқа шыққанымда мені жөндеген адам болды ма? Мына әйел неге айтады үйтіп деп? Не хақысы бар біреудің тойында, біреудің тойын бұзып деп айтты ма? Одан кейін мен басқа тойларда да сөйтіп айтып жүрдім. Мына қоғамдық кеңестің мүшесісіз ғой Жаңаөзендегі? Жаңаөзен қоғамдық кеңестің мүшесімін. Белгілі бір деңгейде сіз бәрі білесің, елдің ішінде жүрсіз ғой, қарап, салыстырасыз, ойланасыз. Салыстырамын, мысалы қараңызшы, қазір мына сенаторлар тағайындады, сайланды деп айтады, тағайындалды ғой енді. Көктемде наурызда мәжіліс сайлауы келе жатыр да. Қалай өтті білесіз? Енді соны жаңарту үшін жұмыс жасап жатырмыз. Халықтың арасынан жүгіріп жүрген жаңағы білімі болса да жұмысы жоқ балдар бар ғой. Бір 10 шақты баланы білем. Мына Сақ деген базарды жүргізді. 5 бала. Сол балаларға мына әкімшілік тарапынан, билік тарапынан көмек болған жоқ. Мен ГАИ болдым мәшіндерге. Оны бірақ әкімге жеткіздік. Әкімге сол информация жетпеген. Мына әкімнің жан-жағында жұмыс жасап отқан адам бар ғой. Біз әкімдігін алаймыз. Әкімнің жан-жағында жұмыс жасап отқан адамдар халыққа жан ашымайтын адамдар болып келеді. Мен кейде айтамын, сендер осы әкімшілікке келесіңдер де бәленшенің баласы болып өзі көріп кететіндерің не? Сендер әкімге жеткізсеңші, бүйтейін деп жатыр, сөйтейін деп жатыр деп. Олар өздері де ол келмейді. Оларға специально арнап әкім айту керек. Бәленше сен бар анаған деп та. Өздігіне олар жұмыс жасамайды. Бір-екеуі кетті. Ауыл шаруашылығының жаңағы басшысы да осы біздің Сақ базарының несінен сөз естігеннен әкім түсірді. Жұмыс жасамайтындар босатыңдар деп. Егерде әкімге де мен кейде осы батып айтам. Ой, апа сөйтіп айтты деп өкпелеме деймін. Мен сияқты сен апам көп емес деп қоям арасында. Мен бәріне де екі жақпен қараймын. Ода біреудің баласы. Ода оқыған-тоққан сол әкім болып келді ме? Ол әкімнің халыққа бет сөйттеу айта алмайды. Халық әкімге айта алады. Түсінің бе? Біз кіреміз де әкімге бүйтуіңіз керек, сөйтуіңіз керек айта алмаймын. Айта аламыз. Халыққа ол әкім баса көп деп айта алмайды. Түсінің бе? Халықты ол сыйлағаны. Ол халыққа қарсы сөйлеп, бір сөз сөйлесе, ол бітті. Үкіметтің адамы. Ол сосын өзінің билігін пайдаланып кетсе де сразу әкімді біз жаңағы нетіп атамыз. Әкім келеді, кетеді, халық қалады ғой. Сондықтан кейде мен халыққа да қарным ашады. Мысалы, ит өзіміздікі. Мен сен итімізді бұралқа қылып жібердік. Оны әкім ұстап бізге жіберген жоқ қой. Ал әркімнің өзінің үйінен шыққан қалдығын өзінің көзінің қарашығындай тастап, андай жайып тастамаса, құрттай 4-5 баланы жібереді, лақтырып тастайды, оны ит талқан шығарып, бүкіл не салапан болып кетеді. Соны тоқтатудың өзіне соған әкім кінәлі ме? Біреулер кетеді, сен осы әкімшілікке кетіп, әкімнің сөзін сөйлейтін болыпсың деп. Мен сөйлейтін кезде сөйлеймін. Неге сөйлемеймін? Ол да халықтың баласы ғой, ол да халықтың адамы. Бізге не қарсы шығып жатыр ма? Ибағарыптар қандай болды? Газ елу кезде Ибағарып қандай болды? Институт сақтады. Сырттан қарағанда жаным ашиды. Мен туғаным емес, тумаласым емес. Бірақ халықтың баласы жаным ашиды. Мен жаңа бір жақты болып тек төпейді деген біреулер бүйтетіні, бір жақты болып ата төпейді. Құрту керек тек, жою керек деп. Мен ол әр заттың екі жағы бар. Балаңды жаман дей берсең, балаң жаман болады. Балаңның жамандығын жасырып, жақсылығын асырып бүйтіп отырасың. Сен анасың ғой. Сол сияқты біз халықтың бәріне ана көзімен қараймыз. Кейбіреулер ойлайды, мен сол жерге барсам мен бүйтіп құртар едім деп. Ол болмайды. Ол сауап деген бар бәрібір,
Сіз мына жаңағы наубайхана нан туралы сөйлесейікші кішкене. Мысалға, енді әртүрлі пікірлер айтады. Қазақстанда мысалы қазір нанның бағасы қандай болу керек? Сіздің бір өзіңіздің нан саласы бойынша эксперт ретінде бір пікіріңіз бар ма? Нан саласы болғанда бар ғой. Нанның бағасы қазір 110 теңге, 130 теңге болды. Ол қымбат па, арзан ба? Енді бізге әлеуметтікке 7,5-нан ұн беріп жатыр. Енді өткенде наубайханаларымда келіспей қалдым. Маған егер де қазір мен наубайханамды істеп тұрып, маған 7,5-нан ұнды үзбей түсіріп тұрса, мен 80 теңгеден нан берер едім. 80 теңгеден. 80 теңгеден менің наубайханамнан нан ал деп айтар едім. Ал көп пісірсең көп қалады. Нан деген, өнім деген бірде-бір қалады. Жаңағы мына мысалы қолындағы сотканы 100 мыңға әкеліп 110 мыңға сатасың. Иә. 10% қалады. 20% қоса алмайсың. Солай. А нан бірде-бір қалады. 7,5 қалдың ба, 7,5 қалады үстінен. 7,5 қалдың ғой, 7,5 қалады. Өнім. Өте одан көп жасасаң көп қалады. Мен 5 баламды соның арқасында оқыттым. Жолдасымның әкелгеніне ұн алып алам. Жолдасымның ақшасын түйіп қоям да, анаумен күн көрдік. Мен өзім қолыммен істеп көрдім. Қазір енді нанның да сапасы өте төмен. Нанның исін білмейтін, нанның жағдайын білмейтін адамдар нан пісіріп жатыр. Тісің суы үшін хирургқа барасың ба, стоматологқа барасың ба? Стоматологқа барасың. Әйеліңді босандыру үшін стоматологқа барасың ба, гинекологқа барасың ба? Иә. Ал сварка жасау үшін слесарьге барасың ба, сварщикке барасың ба? Сол сияқты әр заттың маманы болу керек. А бізде маман жоқ. Келіп кеткен ағайындарымыз пісіріп жатыр. Қарақалпақстан, Өзбекстан. А оны мен тоқтатуға бір күнде тоқтата аламын. Бүкіл өзеннің нанын бір күнде тоқтатуға қауқарым бар. Мен қазір прокурорға, или болмаса ГОБД-ға заявление жазсам, бәрін тізіп әкеліп қамап қояды. А нанды кім пісіреді? Сенің апаң, менің апам пісірмейді нанды. Менің келінім, сенің әйелің бар, нан пісірмейді. Нан пісіруді арланады адамдар. Маған да кезінде айтқан, бастықтың әйелісің, неге нан пісіресің деп. Менің жолдасым 30 жыл бастық болған адам. Бірақ мен осы балдарымды еңбекке үйрету үшін, балдарымды 4 қызымның біреуі ғана мұнайшы болды. Қалған 3 қыз менің қарамағымда болды. Балам 6 класста вокзалға жаяу апарып, жаяу әкелетін еді нанды. Біз сөйтіп үнемдеп 5 баланы оқытып шығардық. Енді со бала мені бағып отыр бәрі. Неге наубайханаңда ең болмаса 100 мыңға арендаға бермейсің? Ең болмаса 50-ге бершеш дейді. 40 жыл тегін нан жедім ба? 40 жыл сол наубайханамда пайдалансын. Жағдайым болмай қалған кезде мүмкін сатарым, мүмкін артым жалғастырар. Сондай мен қазір 10 миллионға, 15 миллионға сатып жіберіп, көп болса бір машина мінерім де. Мысалы деймін да. Одан да маған өмір бойы жұмыс жасаған 19 жыл қасымда жүрген адам бар. Сол күйеуімен күн көріп жатыр. О да жұмыссыз. Сосын 2 адамға беріп едім, біреу қазір осы жаңа жылға дейін істетті, жаңа жылдан кейін кетіп қалды, әлі келе алмай жатыр ауылына. Олар маған 17 жыл, 19 жыл қызмет етті ғой. Сол қызметшілердің, жұмысшылардың арқасында мен наным пісті ғой. Сондай түсінік болды менде. 40 жыл тегін жегенімді, 40 жыл наубайханамды тегін беріп қайтарғым келеді, менің түсінігім. Маған ай сайын 50 мың үміттің маңдайында жазылып тұрмайды. Әрдайым да есіңде болсын. Ақшаң көп болған абыройлы бола алмайсың. Түсінің бе? Ақшаң жоқтықтан да жұртта қала алмайсың. Өзіңе Алла тағаланың берген несібесі өмір бойы болады. Мынандай әдемі үйге қайдан тап болдым? Бұны үлкен күйеу баламның үйі, Қажы. Өз үйімізді саттық та, ақшасын мынаған беріп әдемі үйге келдік. Бірақ менің де үйімді жаңадан салған еді, бірақ сыртын бітіре алмадық. Әліміз келмей қалды. Мен көп нан пісіруге наубайханаға әлім келмей қалды, шалым ауырды. Сол балам жұмыссыз, такси болып жүрді екі ортада. Сосын қой, мына бала үй сатам дегесін, 25 миллионға сатайын деп тұрған үйін 20 миллионға беріп кетті. Дүниясы мен дымын қалмай. 43 жылда мен мынандай дүние жинаған жоқпын, бірақ 19 жылда менің қызым жинаған екен. Көрпе төсегін ыдыс-аяғын алды да шығып кетті. Мына мебель, мына дүние бәрі со үлкен қызымның қалғаны. Қайдан қайыр көрдің сонда? Кім берді саған? Алла келіп сылқ еткізді ме? Иә. Алла тағала өзіңнің ниетіңе береді. Со баланы бүйтіп әлпештеп ештеңе көрсетпей, мұқтаж етпей, қымбат телефонмен қызыңа замечание жасамай, балаңа ескерту жасамай өсірсең, ертең саған ескерту береді. 15-ке дейін баланы тәрбиелеу керек. 15 жаста менің қыздарым 30 күнде 30 тамағын дайындап тұрады.
17 жаста кетті, 27 жаста кетті, 31 жаста кетті, 23 жаста кетті. Бір үйдің ошағын ұстап отыр. Тәрбие өзіңнен болу керек. Мен шешесіз өстім, кемпір шалға келдім. Бірақ білмеймін деген жоқпын. Түйені көрмеген адаммын мен. Түйе сауасың ба? Сауам дедім. Қаяна сауамын білмеймін. Сиыр сауатын стол істеп жүрмін. Столға отырып сауайдым. Сырттан көреміз ғой баяғыда жамбыл совхозда елдер сиыр сауып отыратын. Білмеймін деп айтқан жоқпын. Сөйтіп кеттік. Өзіңнен, адам өзі қалай ниеттенеді? Сенің өзің әрекет ниеттенесің. Мен де жолдасым бастық болды. Өзім нанды гүрлетіп пісіріп ақшаны тауып тұрдым 500 мыңнан, 300 мыңнан кезінде. Сол кезде көп ақша еді. Мен балдарымды еркелеткен жоқпын. Мен елдің баласын жұмсаған жоқпын, өз баламды жұмсадым. Сонда маған бір қайнағам өліп кетті, бүйтіп айтты. Жаңғыз баланы жұмсап, ақшаңды аяп жүрсің ба деді. Өзімнің апам да айтты. Мына баланы қалпақ қылыпсың ғой. Құрсын, қалпақ алшы жұмсауға деді. Сол сөз естігенде менің балам үйге келіп өкпе айтты. Мені қалпақ деп айтты деп айта берсін дедім. Сен өз затың дедім. Бұл сенің өз затың. Сондықтан еш уақытта аралама балам дедім. Бұл таза еңбек біздікі деп. Болмаса әкелер бастық, қыздарым нан иледі, нан тасыды, машина айдады, грузчик болды. Көп қаржыны үйімізге қалдыру үшін өзіміз жұмыс жасадық. Үміт апа, сіздің мына бір сұхбат берген неңіз бар екен да текстте, соны оқып берейінші мен. Сіз былай деп айтыпсыз: елдің амандығы қажет, балаларымыздың болашағының жарқын болғаны керек, еліміздің тәуелсіздігі қымбат. Сондықтан да сайлауға белсенді қатысып, Нұр Отан партиясына дауыс беруге шақырамын деп айтыпсыз бір сөзіңізде. Сіз жалпы өзіңіз мына қазіргі аманат қой енді. Сіз аманат партиясына сенесіз? Мен Нұр Отанға дауыс бер деп, Нұр Отанға мені неше жыл айтқан, даже көңілі қалған келіншектер де болды. Қатар жүрдік. 40 жылда қатар жүрген бір келіншек маған өкпеледі. Менің неге неужели кірмейсің деп та. Бірақ мен аманат партиясын қолдап та көрген жоқпын, кіріп те көрген жоқпын. Мен біреуді қолдау үшін, оны партияға кіру үшін жұмыс жасаған жоқпын. Міне мен жақында кірдім партияға. Аманатқа кірдіңіз? Халық партиясына кірдім. Халық партиясына кірдіңіз. Халық партиясына кірген себебім, халық партиясына, мысалы мен депутат қылу үшін, мысалы сен депутат қылу үшін, мен бір партияда болуым керек екен. Сенің артыңнан тұруым керек. Мен аманатқа еш уақытта мен біреуді аманатқа кір деп айтып көрген жоқпын. Нұр Отан болсын, не болсын, ол әркімнің өзінің кезінде кезең болып өтіп кеткен жағдай. Оны мен жөндей алмаймын. Бірақ өзім партияда жоқпын. Коммунистический партияға да кіру үшін тәртіпті болуым керек. Мен хлебзаводта маған директор тәртіпсізсің деді. Неге десең, төбелеске қатысам. Сол кезде де сменге таласамыз, разрядқа таласамыз, мастермен төбелесетін едік. Жас кезімнен мен біреу үшін күйіп кететін адам едім. Мысалы, мына бала келді ма? Мына бала жұмыс жасап жүр, мынаған разряд бермеді ма? Или мына премиальный бермеді ма? Мен сол үшін мастерге, директорға кіріп төбелесетінмін. Сіз не сатып алдыңыз ба деп ұратынмын столды. Фронтовиктің қызымын деп. Талай мені Көшкінбаев, Қостөре Дауылбаев деген кісі бар, Светтің бастығы болған. Хлебзаводта 4 жыл директорым болған. Сол кісі айтады ғой, еңбегіме не төлген деді. Қалай да тоқтартып бересің деді. Тоқтартуға болмайды, 380 деді. Үйдің астынан, населениенің астынан 380 тоқтартып, 6 ай ақшамды алған жоқ. Сонда айтты, үміт сені мен өмір бойы тәртіпсіз болатын шығар да ойлап едім деді. Сол кісі мені партияға өткізген жоқ. Неге десең, жиналыста сөйлейсің, партияда тәртіп керек қой. Мен Нұр Отанға кірсем тәртіпті болуым керек. Тыңдауым керек. Нұр Отанның шеңберінен шықпауым керек. Мен өйтіп неткім келмеді. Иә. Менің жолдасым да маған шектеу қойған жоқ. Осының бәрі арқасы сол менің Құртақандай қасымдағы 40 жылдан бері келатқан. Өмір бойы басшы болды осы. Өмір бойы жұмыс басты болды. Баланың тәрбиесінің бәрі менде болды. 4 қызды. 4 қыздың тәрбиесінің өзі 4 жылдық соғыс. Әлі күнге дейін солармен мынауың дұрыс емес деп отырамын. Адам бәрін өзінен бастау керек балам. Қазір сіз наубайханашылар одағы? Наубайханашылар қауымдастық бірлестігінің төрайымысыз. Бірақ енді мен төрайыммын деп ешкімге қысым жасамаймын. Маған егер де маңдайын тіреп келіп алса, мен оған көмектесемін. Наубайхана ашып жатса, жолын көрсетемін. Бірақ мен одан бәрін ақша алып отқан жоқпын үкіметтен. Мен тендерге қатысып, миллиондап ақша алып жүгіруіме болады. Мен оған қызықпаймын. Сіз оны қойдыңыз. Яғни жаңағы наммен табыс табу. Наммен табыс табуды 2 жыл болды қойғаныма. Қазір? Қазір Жаңаөзен қоғамдық кеңес мүшесімін. Соған халықтың айтқанын билікке жеткіземіз. Сосын мынандай дау болса, дау болғанда біз дауға да қатыса алмаймыз. Бейт сөйт деп саған да айта алмаймыз.
сенің басыңа іс түсті ма, бізге келіп жазасың төрағамызға, сол арқылы төраға бізді жібереді. Мысалы, банктен қарызы бар, қырылып жатыр. Сот қарамайды, банк тыңдамайды. Бізге келіп айтады. Біз барып анықтап береміз. Қай уақытта төледі, қай уақытта төлемеді. Мысалы, садикке баласын орналастырмай жүр, сайттың отчеті келіп тұр, әкімге барады, кіргізбейді, неге барады, тыңдамайды, ана барады, тыңдамайды, айналып келгенде келеді, бізге келеді. Бізге бір ауыз қағазға жазып берсе, егер арыз жазып бермесе, біздің қоғамдық кеңес мүше төрағамызға, біз ешкімнің дауына қатыса алмаймыз. Ана жерде қырылып жатса да біз бара алмаймыз. Біз өз еркіммен, мен біреулер айтады, сіз өз еркіңіз сонда жоқ па деп сұрайды. Мен өз еркім бар. Мен кез келген неге барып, проектіге барып қатыса аламын. Мен тек дауға қатыса алмаймын. Дауға қатыса алмағанда, қатысқым келсе, барамын да арыз жазамын. Мен осы дауға қатысамын деп. Сосын кез келген комиссияға да біз қатыса алмаймыз. Егер де төрағамыз айтпаса. Біреулер айтады, қоғам кеңес мүшесі болған сіздерге бәрі жасыл дейді. Ол түсінік дұрыс емес. Біз халық үшін жүрміз. Біреулер бізді билік үшін жүр дейді. Енді билік үшін жүрді, біз билікті төпеміз келмейді. Халық үшін жүр деп, халықты тыңдамай кетуге де болмайды. Енді қарап отырсың ғой, балам, енді халық десең, мынау енді. Халық дейін десең, анау жатысы. Халық демейін десең, билікке төпейін десең, халықтың сөзі анау. Екі ортада сол көпір біріктіргіміз келеді. Шамамыз келсе, сол дау-даманы адам жинағымыз келмейді. Жеке-жеке таратып жібереміз келеді.